Bir нарықты айтайын, бір үйге биліктүү белдүү жұртқа танылған ақсақал келіп қалады. Аябай кедей екен. Мында алачыққа келіп отырып қалады, чоң алачық екен дейді, жаш айылына түйбіле жашап жатқан екен дейді. Байқұш келіншегі шашып кетіп, апақай жолығын шешіп, ақсақалдың алдында жая қояды екен. Жолығын шеше қойып. Күйеусі қайпаластап, нан іздеп, қазанға қалдырып қалғанда, бая нарықты кіші байқатында. Шақ етіп, ошол ақ жолықты ала қояды екен, айланып кетейін. Разымын. Апақай жолуыңды ақ дастарханға айлантып жіберді. Ақ жолуың башыңдан түшпөсүн. Ырыстуу кешікті болды, батесін беріп, жолуғын башына салып. Мені бұл үйге келді дегендер ұқты. Құдай бүрсі, азыр келіп қалыпты. Сыртқа шықса, ақсақалдың келгенін көрген қырғы башқа ұру қоңшы қолоңдары дейді. Біреусі қозын жетелеп, біреу үйін жетелеп, біреу дастарханын орап алып, біреу супарасын бүктеп көтеріп алып келетат дейді. Мына, ошон үчүн кыргыз наркында, салтында ак жолуң башыңдан түшпесин деп, келиндин кыла койгон аруулук, таза ниетине ошол аксакалдын мамилеси. Ошол кыргыз журтунда ак жолуң башыңдан түшпөсүн деген сөз ошондон тарап кеткен.